алейкум. Құрметті қонақтар, мына барлықтарыңыздың осы көргөзі кылматка мына хайыр ихсандарыңызға келгендеріңізді Алла Тағала адамдарыңызға сауапта жазған болсын. Иншаллах мына бүгінгі кылматка мына хайыр ихсандарыңызды Алла Тағала өз дәрежесінде қабыл қылып, оқылған аяти каримадан, жайылған дастарханнан қойылған наз нематтардан, жамағаттан жиылған сауаптарды өткен адам ата Хауадан өткен жәмики пайғамбарларға, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға, мына паргөздемеде жатқан ата-бабаларымызға, ағаларымызға, бауырларымызға, қарындастарымызға бақшида қылғы. Жатқан жерлері жәннатта болып топырақтарда болыңыз нәсіп алғайсың. Аллах, мына қызметтер жүрген мына ағаларымыз, өнелеріміз, бауырларымызға Алла Тағала күш-қуат беріп, қанадандарында хаймеше жақсылықтар болып, қатыржандықтар болып, жақсылықтарда жолдарын жүрістіріп істерін оңынан келтіргесін. Аллах, мына қызметте болған ағаларымызды өмір жастар ұзақ, өмірлері ұзақ болып, Алла иманда мектен болып, ертең күні қияметте жарық жүзді болуын Алла Тағала нәсіп еткен болсын. Алла, марафаттар беріліп отыр, келген ұзақтан келген мына қонақтарымыз бар, қонақтарымызға келгенде әрбір қадам басқандарына әжір хасанаттар, әжір сауаптар жазған болсын. Иншалла мына келесі жылы осы уақытта осындай Құдай осындай үлкен жиындар тәшкил қылып, осындай жиын осындай төрт көзіміз түгел болып отыру барлықтарымыз Алла Тағала нәсіп еткен болсын. Раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим ва туб алейна маулана иннака антат таввабур рахим бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар.